Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін 667 есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде санның бөлігін табу керек. Біріншісін шығарамыз. 15-тің 5-тен 3-ін деп тұр. 5-тен 3-ін. 15-ті көбейтеміз 5-тен 3-ке. Енді қысқартамыз. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 15-ті 5-ке қысқартсақ 3 болады. 3-ті 3-ке көйтсек 9. Енді екіншісін шығарамыз. 20-ның 5-тен 4-ін. 20-ны көбейтеміз 5-тен 4-ке. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 20-ны 5-ке қысқартсақ 4 шығады. 4-ті 4-ке көйтсек 16 шығады. Үшіншісі 48-дің 6-дан 5-ін. 48-ді көбейтеміз 6-дан 5-ке. 6-ны 6-ға бөлсек 1, 48-ді 6-ға бөлсек 8 шығады. 8-ді 5-ке көйтсек 40 шығады. Енді төртіншісін шығарамыз. 60-тың 4-тен 1-ін. 60-ты көбейтеміз 4-тен 1-ге. 4-ті 4-ке бөлсек 1 шығады. 60-ты 4-ке бөлсек 15 шығады. 15-ті 1-ге көйтсек 15. Енді 5-шісін шығарамыз. 45-тің 9-дан 4-ін. 9-дан 4-ке. Енді 45-ті көбейтеміз 9-дан 4-ке. 9-ды 9-ға қысқартсақ 1, 45-ті 9-ға қысқартсақ 5 шығады. Сонда 20 шығады. Келесі 6-шысын шығарамыз. 70-тің 7-ден 3-ін. 70-ті көбейтеміз 7-ден 3-ке. 7-ні 1-ге қысқартсақ, 7-ні 7-ге қысқартсақ 1, 70-ті 7-ге қысқартсақ 10 шығады. Сонда 30 шығады, 10-ды 3-ке көйтсек. Енді 7-шісін шығарамыз. 30-дың 5-тен 3-ін. 30-ды көбейтеміз 5-тен 3-ке. 5-ті 5-ке қысқартсақ 1, 30-ды 5-ке қысқартсақ 6 шығады. 6-ны 3-ке көйтсек 18. Енді 8-шісін шығарамыз. 120-ның 10-нан 3-ін. Енді 20-ны 10-нан 3-ке көбейтеміз. 10-нан 3-ке. 10-ды 10-ға қысқартсақ 1 шығады. 20-ны 10-ға қысқартсақ 12 шығады. 12-ні 3-ке көйтсек 36 шығады. Ең соңғысын шығарамыз. 150-дің 3-тен 2-сін. 150-ді көбейтеміз 3-тен 2-ге. 3-ті 3-ке қысқартсақ 1, 150-ді 3-ке қысқартсақ 50 шығады. 50-ді 2-ке көйтсек 4 шығады. Барлық есептерді шығарып болдық. Онда сау болыңыздар.